2023 жыл мекемемізде еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі жылы болып бекітілген. Сонымен қатар, осы жылдан бастап мекеме қызметкерлеріне ерекшеліктің бірі антистатикалық жібімен тігілген арнайы киімдері алынған болатын. Мекемемізде цифрлық технологиялар қолданысқа енгізілді. Ішкі және сыртқы коммуникация қызметімен ауқымды жобалар жүзеге асырылды. Энергосистема мекемесі барлық әлеуметті жерлерде белсенді жұмыс атқарады. Кәсіподақ комитетінің жұмысына өзгерістер енгізіліп, қайта қаралды. Және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетигі деген атақпен марапатталдым. Қызметкерлердің еңбек шартын жақсарту бойынша жөндеу жұмыстар жүргізілді. 2023 жылғы энергомекемелер арасындағы спартакиада сайысынан энергосистема мекемесі жүлделі бірінші орынды және кубокты жеңіп алды. 2023 жыл табысты әрі берекелі жыл болды. Бір жылдың ішінде әріптестердің айлығы 2 рет көтерілді. Осы жылы мен екінші мәрте атандым. Менеджмент жүйесінің қайта сертификаттау аудитінен сәтті өттік. 2023 жылы мен компаниядағы 18 жылдық еңбегімнің жеңісін көрдім. Өңір басшылығынан жоғарғы атқарылған қызмет үшін алғыс хатпен марапатталдым. 2023 жылы жоғары оқу орнын тәмамдап, үлкен компанияның табалдырығын аттадым. Алдағы жылға қойған мақсатым айқын. 2023 жылдың қорытындысы бойынша энергосистема мекемесі Алға электр желілері учаскесі Алға ауданы бойынша жыл кәсіп орны марапатына ие болды. Және Хобда электр желілері учаскесі электромонтері Ерекеев Исламғали Сүйінғалиевич жыл адамы атағына иеленді. Жаңа жыл әбір шаңыраққа Бақыт пен денсаулық, Молшылық пен береке, биік белестер мен жаңа жетістіктер, Шаттық пен қуаныш алып келсін. Әрбір шаңырақ жылулық пен жарыққа толы болсын. Жаңа жылдарыңызбен.